Менен жалпы сұрайды, Кореяда тамақ жағынан қиналып жатқан жоқсыңдар ма, не жеп жатсыңдар деп. Қазір осы видеода сіздермен осы жақта біздің сүйіп жейтін тағамымыздың рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Алдымен табамызды қыздырып, сұйық май құямыз. Менде күнжіптің майы, одан кейін кәдімгі буға піскен күріш пісіресіздер. Алдымен мен күрішті 1-2 минут қуырып аламын да су қосып тұз араластырып пісіремін. Піскен күріштің үстіне осындай тунец балығын қосамыз. Иісі жоқ, дәмі керемет балық екен. Ал одан кейін үстіне керемет балдырларды себеміз. Міне осындай. Балдырларды сеппей тұрып, күріштің үстіне жаңағы күнжіттің майын құйып жіберсеңіздер де болады кішкене. Міне нәтижесі. Достар, бұның дәмін тек жеп көру керек. Өте дәмді. Біз бұл тағамды аптасына 2 рет кемінде жеп тұрамыз. Негізі мен Алматыдан көргем, кәріс магазинін осындай Кореядағы продукт сататын. Ондай водоростьді мүмкін сататын да шығар. Білмеймін, дәл қазір біз жеп отқан водоростьіміз. Оны осы Кореяның апасы істеген екен, істеп өзі қолдан жасап, базарда сатады екен. Видеодағы көргендеріңіз бірақ заводской. Дәмдері өте бір-біріне ұқсайды, өте дәмді. Назарларыңызға рахмет достар. Кореядағы қазақ отбасының өмірі қызық болса, тіркеліп кетіңіздер.